Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен өте керемет нанның рецептімен бөлісетін боламын. Шаймен ішкенде өте керемет, қатпарлы қаттама болып шығатын, слой болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеомның соңына дейін көріңіздер. Алдымен осындай таза ыдысымызға суымызды құйып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, қатты жұмсақ болып кетпейтіндей етіп, нан илейтін боламыз. Міне осылай нанымызды илеп, өте қатты да жұмсақтағымен нан илеп, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз дайын. Енді осы дайын болған нанымызды екі бөлікке бөліп, үстіне ұн сала отырып, жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Міне дайын болған нанымызды екеуінде дәл осылай жасап аламыз. Жасап алғаннан кейін бетіне сармай немесе пампушка жақсаңыздар да болады. Мен сармайымды қатты еріткен жоқпын, сол себепті менікі кішкене ағарып тұр. Бетіне сармай жақсаңыздар да, маргарин жақсаңыздар да, оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Міне осылай барлық жеріне жақып болғаннан кейін үстіне екінші нанымызды әкеліп қойып, не дәл осы видеода көрсетілгенде жасап, оның үстіне тағы сармайымызды жағатын боламыз. Міне барлық жеріне осылай біркелкетіп жақып болғаннан кейін дәл осы видеода көрсетілгенде етіп рулет сияқты қылып орайтын боламыз. Міне дәл осылай жасап болғаннан кейін нанымызды 4 бөлікке немесе 5 бөлікке бөліп, жоғарыдан төмен қарай дәл осылай басатын боламыз. Міне дәл осылай жасап болғаннан кейін мұздатқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа салып қоямыз, кішкене сармая қату үшін. Міне осылай жарты сағат кішкене мұздатқышта тұрғаннан кейін барлығын осылай шығарып алып, бір-бірлеп жаятын боламыз. Үстіне аздаған ұн сала отырып, барлығын жайып аламыз. Орташа отта тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, үстіне нанымызды салып, міне осылай қолымызбен жасап жіберіп, ауната отырып пісіретін боламыз. Майға пісірген жақсы, себебі қытырлап қатпарлы болып шығады. Міне осылай сұйық майға ауната отырып, қалғандарында дәл осылай пісіріп аласыздар.
Міне біздің қаттама нанымыз дайын болды. Өте керемет ыстық болып тұр. Өте қатпарлы болып шығады. Міне осы видеода көрсетіліп тұрғандай үгітіліп, слой болып шығатын қаттама нанымыз дайын. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға ас бол.